Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге бір сайт айтамын. Ол сайт арқылы біз инвестиция жасап ақша таба аламыз, және де ол сайт қанша уақыт жұмыс жасауы мүмкін, мен қанша ақша саламын, барлығын осы видеода мен сіздерге басынан аяқ толығымен түсіндіретін боламын. Және де әлі каналға тіркелмесеңіз міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіз, лайк басыңыз, видео ұнаса өзіңіздің пікіріңізді комментарийға жазып қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады. Ал енді қараңыздар, менің телеграмымда тұрған ссылканы басқан кезде сіздерге дәл осындай терезе шығады. Біз осы терезеге тез тіркеліп шығуымыз керек. Тіркелу ешқандай қиындығы жоқ. Ең біріншісіге Қазақстан деп жазасыздар. Одан кейін фон номерлерін жазасыздар, яғни өздеріңіздің телефон номерлерін жазасыздар. Одан кейін логин жазасыздар. Одан кейін логинді қайталап жазасыздар дәл сол жерге. Одан кейін интивит код, мен кодым тұра берсін. WhatsApp номерлеріңізді жазасыздар, Telegram аккаунттарыңызды жазасыздар. Негізінде WhatsApp, Telegramдарға басқаша жаза салсаңыздар да болады. Содан кейін sign up басасыздар. Одан кейін сіздерге жеке кабинеттеріңіз ашылады. Қазір мен өзімнің жеке кабинетіме кіретін боламын. Ал енді қараңыздар, жеке кабинеттеріңізге кіргенде сіздерге дәл осындай хат келеді. Қазір мен орысшаға аудардым, оқып шығамыз. Бұл DeFi Hub деген инвестиция жасайтын проект, яғни өздерінің официальный телеграм каналдары бар, документтері типа белый лист, официальный телеграм служба поддержка, яғни бір жұмыстарыңыз, бір түсінбей жатқан нәрселеріңіз болса, солардың служба поддержкасына жатсаңыздар болады. Одан кейін өздерінің WhatsApp-тары тұр, бірақ WhatsApp деп Telegram қойып қойған. Мен неге екенін түсінбедім. Көргендеріңізде WhatsApp деген, бірақ Telegram аккаунт қойып қойған. Одан кейін ең аз дегенде сіз бұл жерге $10 сала аласыз. Одан кейін $10 сіз күнделікті доходыңызды алып отыра аласыз деп жазылған. Сіз күніне, бізде әртүрлі пландар бар. Мысалы VIP 1 болсаңыз 3% ақша табасыз, VIP 2 болсаңыз 3,5%, VIP 3 болсаңыз 4%, VIP 5 болсаңыз 6%. Бұлай қалай VIP-тар қалайсыз бола аласыз. Мысалы сіз $10-дан $5,000 дейін салсаңыз, сіз VIP 1-сіз. Ал $5,000-дан $70,000 арасында салсаңыз, сіз VIP 2-сіз. Бірақ әрине оны әркім өзі біледі. Өздеріңіз оқып жатсаңыздар сразу түсінесіздер. Бұл жер негізінде өте үлкен риск бар, себебі $10 сіз 4 күннен кейін проект жабылып қалуы да мүмкін. Кей кезде мүмкін плюсқа шығуыңыз мүмкін. Мен қазір $10 салып көретін боламын. Қалай салатын барлығын сіздерге көрсететін боламын. $200 басында кошелегіңізге түседі, бірақ бұл $200 сіздер шығара алмайсыздар. Просто ол содан сіз үстіне тағы да $10 саласыз, сонымен $210 болып, сол жай бөлініп осы жердегі ақша таусылғанша сізге түсе береді. Міне қараңыздар, белый книгасы бар, оқып тұрсаңыздар болады. Одан кейін өздерінің приложениялары бар. Приложенияларын скачать етіп алсаңыздар болады. Одан кейін қараңыздар, адамдар неге DeFi Hub таңдайды? Барлығын осы жерде түсінікті қылып жазған, бірақ қазір оқудың қажеті жоқ, 90% өтірік. Одан кейін осы жердегі адамдар, мысалы қазір онлайн 409 000 дейді. Мысалы өздеріңізде қарап шығасыздар жай. Одан кейін глобальный партнерлары өтірік. Сосын бұл жерге сіз қалай ақша саласыз ең бірінші. Бұл жерге просто басамыз, одан кейін жоқ. Артқа қайтайық. Ортадағын басып саламыз. Қазір қараңыздар. Мен үйге келемін. Үйге келген соң ортасын басып ақша саласыздар. Одан бірінші сіздер бұл жерге өздеріңіздің достарыңызды шақыру арқылы ақша таба аласыздар. Мына share деген басатын болсаңыздар, ағылшынша share, орысшасы делиться, өздеріңіздің ссылкаларыңызды алып достарыңызға тарата аласыздар. Достарыңыздан тоже бонустар береді. Мысалы досыңыз сіздің $100 салса, сізге 7% береді, екінші 8, үшінші 2. Дәл сондай өздерінің проценттері бар. Бір түрлі проценттер екен, бірақ өздеріңіз көріп тексеріп шықсаңыздар болады. Бірақ тағы да айтамын, өте рискованно. Бұл жерде білесіздер, ақша салатын проекттердің барлығы рискованно. Binance-тағы стейкингтер болмаса, оларда азырақ, бірақ аз болады стейкті. Міне көргендеріңізде менде қазір $200 тұр, ол тоже. Қазір енді мен өзімнің ақшамды салып көрейін. Ақшамызды салу үшін біз просто осын басамыз. Одан кейін rate charge басамыз. Міне осы адрес копировать етіп аламыз. Одан кейін Trust Wallet-ке барып, қазір мен ақша салатын боламын. Міне мен TRX-ға кірдім, енді просто басамыз, отправить деген басамыз. Сосын доставлять етеміз, сосын 10 TRX жазамыз, 10 USDT жазамыз. Кешірім сұраймын.
Mine biz $10 sol жаққа жібердік. Ал енді келеміз осы жаққа. Сосын осыны жібердік деп басамыз, яғни перевод кетті деп басамыз. Обновление болады. Міне көргендеріңіздей маған ақша келіп түсті. $210 тұр менде. Дәл қазір $10 менде ақша салғанмын. Көргендеріңіздей проект 365 күнге, яғни мен инвестиция жасадым 365 күнге. 365 күн бойы бұл проекттің айтуына қарағанда 365 күн бойы бізге осы ақша бөлініп түсіп тұруы керек. Мысалы, бірінші күн өже кетеді. Қазір ақша шығарып көруге тырысатын боламыз. Withdraw басамыз. Одан кейін трансфердің астында тұрған басамыз. Instant base аккаунт, яғни осыны біздің basic аккаунтқа шығару деген. Көргендеріңізде маған $0.30 берген екен. Confirm басамыз. Менде аккаунтқа өтті. Қайтадан withdraw басамыз. Міне көргендеріңізде менде уже тұр. Ал енді Trust Wallet'ке барып, соны аударып аламыз. Адресіміз копировать етіп аламыз. Сосын осы жерге жазамыз. Одан кейін астына тіркелген кездегі пароліміз жазамыз. И все, трансфер деген басамыз. Мына дәл қазір менде ақша кетті. Примерно 2-3 секунд ішінде келіп түсуі мүмкін. Дәл қазір бізде Телеграмда типа осы инвестиционный сайттың ролигі бар екен. Бұл сайт қалай пайда болған, соны көріп жіберсеңіздер, әрине қызық болатын болса, қызық емес болатын болса, видеоны жаба салсаңыздар болады. Қазір түскенін көре салайық. Менде дәл қазір ақша кетті деп көрсетіп тұр. Примерно бір 5-10 минут ішінде түсу керек дейді. Маған шыны керек, әлі түспеді, бірақ осы видео если шықса, значит ақша түсті деген сөз. Дәл қазір ақша төлеп тұр, мен 100% білемін. Көргендеріңізде $0.30 мен енді күн сайын шығара аламын. Одан бөлек бұл жерде налог бар екен. Типа $1 налог деп жазылған. Мен түсінбедім, бірақ минимальный сумма 0.1 USDT, бірақ $1 налогқа ұстап қаламыз деген. Мүмкін көп сумма шығарған кезде шығар. Ал енді жаңағы Телеграмдағы видеосын көрейік. Мен просто избранныйға сақтап қойдым. Дәл қазір осы ролик. Если әрине қызық болмаса жаба салсаңыздар болады. Hello everyone. Today we introduce you to DeFi-Hub. DeFi-Hub was founded by OKDeFi, and it is registered under UK law. DeFi-Hub can help you achieve stable expected returns because we diversify at the same time, such as investing in cryptocurrencies in emerging markets, including ICO and IPO, etc. As well as investing in decentralized application platforms such as NFT, peer-to-peer, Internet of Things, social networks, games, etc. DeFi-Hub can be accessed by anyone with an internet connection. With DeFi-Hub, the markets are always open, and there are no centralized authorities who can block payments or deny you access to anything. Services that were previously slow and at risk of human error are automatic and safer now that they're handled by code. If you want to be financially free, start investing with us now. So what are you waiting for? Invest with or come aboard with our business plan. If you want to know more about our company or our profile, then visit our website. Link is given in the video. Дәл осындай видео екен.